Қазақстан Халқы Ассамблеясының Сенат депутаттығына ұсынылатын үміткерлерді таңдаудың тиімді әрі ашық рәсімдері болу керек. Бұл туралы бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Олар Сенатта жалпыұлттық интеграция мен этномәдени әрі алуандылық негізінде елдегі этникалық топтардың барлық мүддесін қорғайды. Жалпы алғанда ассамблея бейбітшілік пен келісім тірегі. Саяси жүйені реформалау кезінде де ұйымның рөлі ерекше болмақ. Қазақстан Ассамблеясында 27 жыл жүрмін. Бұдан менің сүйгенім елдегі жағдайды сүйгенім шығар. Отанға деген сүйіспеншілік шығар. Бүгінгі өтіп жатқан ассамблея бұл тарихи ассамблея. Бүгінгі ассамблеяның өзі мынау Қазақстан Халқы Ассамблеясы бейбітшіліктің тірегі. Мына жаңарған Қазақстанның негізгі татулық пен бірлікті сақтайтын жүрегі. Қазақстан Халқы Ассамблеясы бүгінгі Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси өзгерістерге белсене қатысу керек. Себеп неде? Себебі Қазақстан Халқы Ассамблеясы бұл диалог алаңы дайын құрылған, тарихы бар, қалыптасқан. Сондықтан егерде бүгін халыққа түсіндіру, немесе халық пен биліктің арасындағы байланысты жалғаушы ретінде қарайтын болсақ, бұл үлкен рөл және соны іске асыру қажет.